Әдебият майданында қалем тербеткен ұлы сөз зергерлерінің қалдырған бейбаха мирасларынан нәр алып, дөретушілік атлы майданда қалем тербетіп кетірген замаласларымыз арамызда баршылық. Олардың бірі жас шайыр Бақытлы Сарбаев. Ол жүрек толғаныстарын аппақ қағазларға мөрлеп, ұлылар үгіт насихатларынан ібрат алып, ана ватанның мұхаддеслігін өз дөретпелері арқалы жырлап келмекте. Инсанилық ағла пазилетлерді өз ішіне қамтыған қосықлары адамларды мехір мүрібетлі болуға шақырса, қалқымыздың неше әсірлік үріп әдет дәстүрлері орын алған дөретпелері милли қадіратларға садық болуға әр бірімізді жігерлендіреді. Бақытлы Сарбаев бүгінгі күнде Өзбекстан мемлекеттік дене тәрбие һәм спорт университеті Нүкіс филиалында студент жастарға қарақалпақ тілі һәм әдебиеті пәнінен тәлім бермекте. Дерлік республикамыздың барлық орынларынан келіп тәлім алып спортшылардың әдебиатқа ықыласын оятуда жас оқытушының дөретушілік ізленістері жақсы нәтиже бермекте. Әдебиетіміздің көрнеклі уәкілдерінің шығармалары менен жақыннан таныстыру арқалы ол жастардың рухи дүниясын байтуға үлес қосып жатыр. Өйткені әр қандай күшлі спортшы дәслеп рухи тетікілігі менен ғана табысларды қолға кіргізуі анық. Милletім армян. Менің ана тілім қарақалпақ, себебі менің анам қарақалпақ. Мен осы мемлекетте 11 жылдан бері жасаймын, hamda 9 жылдан бері күреш спортына қатынап келмектемін. Осы 9 жыл давамында мен 11 мәрте Қарақалпақстан, 18 мәрте Өзбекстан, hamda 2 мәрте жаһан чемпионы болдым. Һәм бұның мен мақтанамын. Мені осыншама дәрежеге жетістірген менің анам ватаныма болған мұхаббатым болып есептелінеді. Мен Қарақалпақстан сүйемін. Мен соның менен біргелікте Қарақалпақ жазушы һәм шайырларының шығармаларын сүйіп оқимын. Ұлы жазушы һәм шайырлар Ибраһим Юсуп һәм Төлепберген Қайтберген шығармаларын сүйіп оқыдым. Сондай-ақ өзіміздің ұстазымыз Бақытлы Сарбаев дөретушілігіне қызығушылығым оянды. Себебі оның шығармаларында хақиқи реалдық сәулеленген. Мәселен, жақында оның "Менің анам" деген кітабы баспадан шықты. Бұл кітап менің құсап анасы ұзақтағылар үшін, анасын сағынғанлар үшін һәм анасын құрмет ететұғылар үшін байрам алды, жақсыға болды. Негізінде жазушы шайырлар қалеміне тиесілі дөретпелер Кеуіл сарайыңды жылы сезімлерге бөлейтұғын құдіретлі күшке ие. Терең философия менен суғарылған шығармалар кітап оқушыларын игіліклі іслерге талпындыра алады. Өзің жасап минет етіп атырған жәннет мәкан үлкеңнің әдулі перзенті сыпатында сені жаратушылық іслерге құлшындырады. Міне сондай жас шайырдың қосқылары да бұл дәргайда тәлім алып атырған студент жастардың да ватанға болған мұхаббатын арттыруда, оларға әр тәріплеме мотивация бере алады, дейді филиал оқытушысы бізбенен болған сәубетінде. Har қилы миллет уәкілдерінен барат болған студент жастар арасында жүдә спортқа болған, олардың ілім алуға, дөретушілікке болған қызығушылығы жүдә жоғары. Бес басылама олимпиада шеңберінде кітап қамарлыққа жүдә қызығушылар жүдә жоғары болып есептелінеді. Себебі бұл студент жастарымыз тарапынан көбінесе кітап қамарлық кешелерінде, шайырлар менен ұшырасу кешелерінде, мәлімдеме ресурс орайында өлкө министрлігі атқан барлық іс-әзірлерде қатынасуларны әлбетте белсене. Жас шайырымыз біздің кәсіптесіміз Бақытлы Сарбаев та бізбен біргелікте өз минетін алып бар уақытта міне бүгінгі күнде студент жастарымыз тарапынан осы профессор оқытушымыздың дөретушілігіне болған қызығушылығы жүдә жоғары. Әлбетте олар тарапынан осы профессор оқытушымыз тарапынан дүнияға жарық көрген барлық дөретпелері қызығушылықпенен оқылып, бұлар кітапхана қызметкерлер тарапынан шөлкемдестірген клубларда осы талқыланып, сәубетлер өткеріліп, олар өздеріндегі бар болған бар ішкі жасырын дөретушілік қабілетлерін жүзеге шығармақта. Әлбетте бұндай амелге асырып жатқан істер біздің халқымыздың, көп миллетті халқымыздың сол миллеттер арасындағы еледе татулықты, достықты, олар арасындағы бірге істесуді, бірге достық, татулық, ағайын туысқанлық сезімдерін еледе рауаждандыруына сеніміз. Демек, жеңістің байрағын көклерге желбіретіп, еліміздің даурығын дүнияға танытып атырған спортшылардың жүрегін иелеген ватан түйғысы ең дәслеп ана хәйюі менен, тәлім тәрбия менен санасына сіңіп, мөрленуі тәбей. Ал ұлы жазушы шайырлардың дөретушілік шығармалары болса, жастардың рухи дүния қарасын байтып, игіліклі мақсатлерге жігерлендіреді. Ватан ышқы менен жанып жасауға, теберік саналған ел жұртына қалыс қызмет етуге құлшындырып тұрады.